Зұлымдық қылсаң, әділетсіздік көресің. Өтірік айтсаң, алданасың. Қиянат қылсаң, қиянатшылға жолығасың. Ертең өзіңе не жасалғанын қаласаң, бүгін өзгеге де соны жаса. Расында, адамның басына қасірет берілсе, және сол қасіретке сабырлық танытса, қанша жақсы амалдарымен де жете алмас деңгейге дәрежесі көтеріледі. Алла разы болсын деген сөзді жиі айтуға және жиі естуге тырысыңыздар. Себебі ол сөзді жеткізуге періштелер таласады. Егер сізді тыңдайтын, әрқашан қолдайтын, оқуға, биік мақсаттарға жетуге ынталандыратын, жақсы кеңес беретін және әрбір кішкентай жеңісіңіз үшін мақтайтын адамды іздесеңіз, айнаға қараңыз. Сізге көмек бере алатын тек өзіңіз ғана. Сен үшін сыртыңнан жақсылық сұрап, Аллаға үзбей дұға ететін адам бар болса, ол сені шынымен жақсы көретін адам. Саған ең қамқор, ең жанашыр, жақының сол деп біл. Мүмкін сен бұл әлемде бар болғаны жай адам шығарсың. Бірақ біреулер үшін сен бар әлемге саналасың. Ұнатпай ма, араласқысы келмей ма? Сенің онымен күнің бітіп қалған жоқ. Тек сен біреуге жамандық жасама. Жасаған екенсің, күте бер, 2 есе болып қайтатынын. Қолыңнан келе ме, жақсылық жаса. Ол да 2 есе болып қайтады. Бір-бірлеріңізге үнемі жылы қабақ танытып, жұмсақ сөйлеп тұрыңыздар. Жақсы сөзден жан семіреді, жылы сөз жанды жылытады. Ең жақын адамдарыңыздан ең жақсы сөздеріңізді аямаңыздар. Қит еткенге елеңдеп, әркімге бір төмендеп, өмір сүрме ешқашан ақтығыңды дәлелдеп, адамға ештеңе жақпайды, ақ болсаң да даттайды, төмендей берсең алдында езіп шаншып тастайды. Шықса да мейлі ығырың, биікте тұрсын тұғырың, адамдарға ақталып жүргеніңде жетпей қалмасын бауырым бір ғұмырың. Пендені құлқыны билесе, жүрегі қараяды. Ал жүрек қарайса, кеуде қысылады. Ал кеуде қысылса, мінез бұзылады. Ал мінез құлық бұзылса, оны адамдар да жек көреді. Өзі де, өзгелер де жек көре бастайды. Тойымдылық көзде, қарында емес. Байлық жан дүниеде, қалтада емес. Сұлулық мінезде, сырт келбетте емес. Жақсылық жасасаң өзіңе, жамандық өзіңнің сорыңа, амалыңның нәтижесі. Саған бұйырған нәрсе, сенің әлсіздігіңе қарамай алдыңа келеді. Ал бұйырмаған нәрсе, мықтылығыңа қарамай сені айналып өтеді. Сабыр ет, қуаныш күт, бәле келсе, күте тұр, қайғы реніш ала келсе. Жаныңды ауыртқан жара жайлы Аллаға айт. Оны Алладан өзге кім жазалады? Жаныңды жан баласы түсінбей жатса, сәждеге жығыл. Жаныңды жаратқан жаратушың жүрегіңді жайландырады. Намазда болсаң, жүрегіңді сақта, мәжілісте болсаң, тіліңді сақта, кісі үйіне кірсең, көзіңді сақта, тамақтансаң, асқазаныңды сақта. 2 нәрсені ешқашан сөз қылушы болма, адамдардың саған қылған зияны мен елге қылған жақсылығын. Жақсы адамның жақсылығын айтқын, мейірленсін, бірақ жағымпазданып өтірік мақтама. Нашар адамның жамандығын бетіне бассаң да, жала жаппа. Кейде саған келген бір жақсылық, оны басқаға қалаған себепті болады. Қиыншылық қанша қатыгез болғанымен, әрдайым жеңілдік артынан ілесіп жүреді. Бұл Алланың уәдесі.
Егер саған біреудің қателігі жайлы айтып жатса, Алла бізді де, оны да кешірсін де. Басқа артық сөз айтпа. Аяғыңнан сүрінсең, тұрып кетерсің. Тіліңнен сүрінсең, құрып кетерсің. Зұлымдық қылсаң, әділетсіздік көресің. Өтірік айтсаң, алданасың. Қиянат қылсаң, қиянатшылға жолығасың. Ертең өзіңе не жасалғанын қаласаң, бүгін өзгеге де соны жаса. Кейде адамдармен араласу дерт жұқтырады. Ал жақсы адамдардан жақсы мінез шығады. Ал сіз кімнен не жұқтырып жүрсіз? Кімнің бар уайымы дүние болса, онда Алла оның ісін шашыратады. Кедейлігін екі көзінің арасына салады. Ал мал дүние оған тағдырына жазылған көлемнен артық келмейді. Ал кімнің ниеті ақырет болса, Алла оның ісін ретке келтіреді. Байлығын жүрегіне салады, ал дүние оған өзі бас иіп келеді деген екен. Адам өз ісіне риза болып, масаттанса, амалына көз тигізуі мүмкін. Көз тию адамды ауру қылып, қабірге түсіретіні секілді, амалды да өлтіріп, жемісін жойып, берекесін қашырып тынады. Балық сусыз өмір сүре алмайды. Адамдар адамдарсыз өмір қадірін біле алмайды. Қайғы мен азаптағы жан жарқылдап жүре алмайды. Анасы тастап кеткен бала шаттанып күле алмайды. Жетім бала жаутаңдап еркін өмір сүре алмайды. Өзінде ештеңе жоқ, өзгеге ештеңе бере алмайды. Сенімін жоғалтқан жан ғана өзін жеңе алмайды. Қараусыз қалған қария өз шаңырағына келе алмайды. Күш жігері жоқ тау түгіл, биік қырға да шыға алмайды. Өзгенің бәрін кінәлай берген өз қадірін ұға алмайды. Опасыз, тұрақсыз жан айтқан сөзде тұра алмайды. Не десек те, су екеш судың да жайы сұралады. Нағыз мықты ғана сынаққа қарсы тұра алады. Тектілер жаманның өзін жақсылыққа қарай бұра алады. Өзін өзі жеңгендер бақытты өмір құра алады. Жақсылар ғана тілеулес боп, өзге жанды ұға алады. Өмірдің тылсым сыры сан қыры бар. Әркімнің осылай өз жолы, өз тағдыры бар. Сағат уақытты көрсетеді, ал уақыт адамның шынайы жүзін көрсетеді. Бақытты өмір сүргің келеді ме? Онда кешіруді, түсінуді, үндемей қоя салуды, көбінесе шындықты айтуды және де сүюді үйрену керек. Шамыңды ешкім келіп жақпайды. Өз қараңғылығыңды өзің қу. Өзіңді өзің жарықтандыр. Киімнің жақсысын таңдап кигендерің секілді, сөздеріңнің де жақсысын таңдап айтыңдар. Расында сөз киімнен артық адамды көріктетеді. Көрмейсің өзіңдегі түйе дейді, көргішсің өзгедегі түйме дейді. Көңілің пасық болса, айналаң қашық болар. Көңілің ашық болса, көрген жан ғашық болар. Ердің ері, адамның адамы жаман әдетін жеңіп, адасқан бетінен қайтуға қайрат ете алған адам. Ақтан қараны, қарадан ақты көруге болады. Тек нәжіс іздеген шыбын секілді емес, жұпарға қонатын ара секілді болайық. Адамдарды жақсы көріп, ал дүниені пайдалану керек. Әлем сол үшін тығырықта. Біз керісінше дүниені жақсы көріп, адамдарды пайдаланудамыз. Уақыт өзен, тоқтамайды ағысы, тағдыр жел, сен оның тек бағытысың. Өткен күнге өкпелеме ешқашан, болашағыңды өзің таңда жарқыным. Тағдыр кейде сынақ салар алдыңа, сабыр сақта, уақыт бәрін жеңеді. Өткеннен тәлім ал, болашаққа үміт арт. Өмір жолы әрқашан соған жол ашар.
Қиындықтың артынан келетін жақсылығы болады. Кімнің сабыры азайса, қиындықтан кейінгі жақсылығы азаяды. Сабырлық жақсылықтың кілті. Ұнамаған іске сабыр етуде көп жақсылық бар екенін ешқашан ұмытпа. Тастың суға түсуі оған тыныштығын бұзғаннан артық зиян әкелмейді. Тас тереңге батып жоғалады. Су өз қалпына қайтып оралады. Басыңа түскен қиындық пен сынақтар қалыбыңнан шығарып, болмысыңды бұзбасын. Өзгерістен ажалынан бетер қорқатын пенделер ескі өміріне тас кенеше жабысып қала береді. Оларға ескі уайым қайғысы әдет болып қалған ғой. Өзгеріс неден басталса да, түбі жақсылыққа жеткізеді. Әсіресе адам сол өзгерістен ізгілікті көріп, жүрекпен қабылдауға даяр болса. Құрметті біздің тыңдарман, егер де осы нақыл сөздер жинағы сізге ой салып, жүрегіңізге жетсе, өз ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жақындарыңыз бен достарыңызға жіберіп, олардың да өміріне жақсы әсермен қалыңыз. Біздің арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Алдағы уақытта бұйырса көптеген ақыл кеңестермен, нақыл сөздермен, түрлі әсерлі әңгімелермен бөлісетін боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.